Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен осындай керемет дәмді самсаң рецептімен бөлісетін боламын. 250 грамм айранымыздың үстіне ас содасын және тұзды салып жақсылап араластырып қоямыз. Енді 750 грамм ұнымыздың үстіне қатып тұрған майымызды салып, ұн мен майды осылай араластырып отырып үкіштен өткіземіз. Майымызды толық өткізіп болғаннан кейін дайын тұрған айранымызды құйып нанымызды илейміз. Жақсылап қамырымызды илеп алғаннан кейін тоңазытқышқа 1 сағат немесе 2 сағатқа қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге туралған ет, пияз, қара бұрыш, тұз керек. Және кішкене ғана май қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді дайын тұрған қамырымызды тоңазытқыштан алып, самса дайындаймыз. Осылай алдын ала дайындап, томалақтап қоямыз. Bir самсаға 40-45 грамм қамырдан өлшеп аламыз. Самсаны видеода көрсетілгендей етіп бір түйінге келтіріп түйеміз. Астын жақсылап түйеміз, пісірген кезде ашылып кетпейтіндей. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір самсаның түйгенін көрсетейін. Самсаны түйіп болғаннан кейін сүт пен жұмыртқаның сарысын араластырып, осылай самсаның бетіне жағып шығамыз. Кунжут немесе максиуп қызып тұрған пеште 180-200 граммда пісіріп аламыз. Сіздермен болған Айгерім. Пікір жазып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.